75-ші сабақ көбейту амалының компоненттері арасындағы өзара байланыс. Бірінші есеп. Сурет бойынша көбейтінді құр және оның мәнін тап. Осы теңдіктегі сандар нені білдіреді? Бізде бұл жерде 3 бұрыш 5-5-тен 2 бөлікке бөлінген, яғни көбейтінді құру үшін 5-ті 2-ге көбейтеміз, деп болады 10. Көбейтуді қосумен алмастыр. Өрнектердің мәнін тап. Үлгіге қараймыз. 20 көбейту 4 өрнегін мәнін табу үшін 20 санын өзіне 4 рет қосамыз. Сол кезде тең болады 80, яғни 20 көбейту 4 тең болады 80. Ары қарай 3 көбейту 6 өрнегін мәнін табу үшін 3 санын өз-өзіне 6 рет қосып шығамыз. Сол кезде біз өрнектің мәнін табамыз. Ары қарай осы үлгі бойынша есептерді шығарасыздар. Келесі екінші есеп. 8 көбейту 3-тен 24, 3 көбейту 7-тен 21, және 6 көбейту 6-тен 36 екенін анықтайсыздар. Үшінші есеп. Теңдікті оқы. 4 көбейту 2-тен 8 көбейту амалының компоненттерін ата дейді. Көбейтінің мәні 8-ді бірінші көбейткіш 4-ке бөл. Нәтижесін 8 санынан 4-4-тен азайта отырып тап дейді. Яғни 8 бөлу 4-тен болады. Өрнегінің мәнін табу үшін біз 8-ді 4 санынан азайтып отырамыз. Ең соңғы сан 0-ге жеткенше. Яғни 8 бөлу 4-тен болады 2. 8 бөлу 2 өрнегін мәнін табу үшін 8-ден 2-ні азайта береміз. 8 санынан біз 2 санын 4 рет азайттық. Сондықтан 8-ді 2-ге бөлгенде тең 4. Төртінші есеп. Бұл жерде бізде шешу дайын тұр. Біз тек қана есепті құрастыруымыз керек. Яғни сыныптағы 4 оқушының әрқайсысы 5 килограмм күріш әкелді. Балалар барлығы неше килограмм күріш әкелді. Бесінші есеп. Үлгі бойынша, яғни 5-ті өзіне 3 рет қосамыз. Тең 15, және өрнектің мәнін екінші көбейткішке бөліп, орындарын ауыстырып, өрнектің мәнін табамыз. Есеп. Бұл жерде біз көбейткіштердің орналасқанымен мәні өзгермейтін есімізге түсіру арқылы осы есептерді орындаймыз. Жетінші есеп. Амалдарды орында. 5 метр 6 дециметр қосылған 8 метр 9 дециметр тең болады 14 метр 5 дециметр. 7 тәулік 9 сағат азайту 5 тәулік 22 сағат тең болады 1 тәулік 10 сағат. Ары қарай бізде 8-ші есеп. Бұл жерде біз бос орынға тиісті санды қоюымыз керек. Яғни 7 көбейту 3-тен 7 санын өзіне 3 рет қосқанда 21 шығады. 21-ді 3-ке бөлгенде тең 7 шығады. 9 көбейту 2-тен 9 санын өзіне 2 рет қоссақ 18 шығады. 18-ді 2-ге бөлсек 9 шығады. Ойлан тап. Сандар арқылы жасырынған мақалды оқы. Ол үшін сары түсті жолақшалардағы сандарды көбейтіннің мәні деп санап, кестеден оларға сәйкес әріпті тап. Мысалы 6 саны 2 мен 3-тің көбейтіндісіне тең. Кестеден осы көбейтіннің мәніне, яғни 6-ға сәйкес әріпті табамыз. Ол Е әріп. Яғни бұл жерде 2 санын қай санға көбейткен кезде сарының ішіндегі мән шығады, сол жерге біз әріптерді қойып отырамыз. Мысалы 6 санын табу үшін 2-ге көбейтеміз 3-ті. Ары қарай 2 санының орнына әріпті қоюымыз керек. Ол үшін 2-ге 1-ді көбейткенде 2 болады. Яғни екінші біз ың деген әріпті қоямыз. Келесі 2-ге нешені көбейткенде 4 сан шығады. 2-ге 2-ні көбейткенде 4 сан шығады. Яғни біз 3-ші Б әріпін қоямыз. Осылай жинақтағанда бізде еңбек бәрін жеңбек деген мақал шығады.